Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі столға қойғанда әдемі болып тұратын шоколадный шарики пісіретін боламыз. Жұмыртқа мен секерді араластырамыз. Ақ көпіршік болғанға дейін миксерлейміз. Сүт пен сұйық майды құйып араластырамыз. Ұн, какао, разрыхлительді бір-бірімен араластырып, түйіршіктері қалмау үшін міндетті түрде ситыдан өткіземіз. Миксерлейміз. Формаға құямыз. Форманың көлемі маңызды емес, себебі біз бисквитті уататын боламыз. Жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Кремімізге сахарный пудра, творожный сыр керек. Творожный сыр креметті және үстіне салқын сливке құямыз. Сливкенің майлылығы 33% болу керек. Дайын болған креммен бисквитімізді араластырамыз. Қазір бисквитімізді қолмен уатып аламыз. Өте жұмсақ, сондықтан ыңғайлы болады. Кремімізді қосып, шарики жасайтын боламыз. Шарикиді мен көзбен жасадым. Өлшепте жасасаңыздар болады. Осындай шпажкаларды кіргізіп қоямыз. Бұл шоколадқа қазір батырған кезде ыңғайлы болады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз қатыруға. Сары май, шоколад, грецкий орехты пайдаландым. Оны отқа ерітеміз. Осылай шариктарымызды батырып аламыз. Егер шоколадыңыз қою болып жатырса, сұйық май құюға болады. Өлшемдерін мен видеоның астына міндетті түрде жазып кетем, содан қараңыздар. Шпажканың орындарын осылай шоколадпен бітеп жібереміз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайын болды, жасап жатсаңыздар ас болсын.